Құрметті әріптестер, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесінде жасанды интеллект технологияларын қолдану бойынша әдістемелік ұсынымдарды ұсынады. Аталған құжат Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарында және 2023-2029 жылдарға арналған мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту тұжырымдамасында белгіленген стратегиялық міндеттерге сәйкес әзірленді. Академия жүргізген зерттеулер педагогтердің дайындық жұмыстарына, әсіресе сабақ жоспарлауға көп уақыт жұмсайтынын көрсетті. Бұл жұмыс үдерістерін оңтайландырудың өзектілігін дәлелдейді. Қазіргі таңда жасанды интеллект осы міндетті шешудің ең тиімді құралдарының бірі болып отыр. Әдістемелік ұсынымдардың мақсаты педагогтер мен білім беру саласы қызметкерлеріне жасанды интеллектті қолданудың негізгі қағидаларын жүйелі түрде түсіндіру және оны оқу үдерісіне енгізуге арналған практикалық құралдарды ұсыну. Құжат мазмұнында заманауи білім берудегі жасанды интеллекттің рөлі мен функцияларын талдау, халықаралық тәжірибеге шолу, сабақты жоспарлау, өткізу және бағалау кезеңдерінде жасанды интеллект құралдарын қолдану бойынша практикалық блок, сонымен қатар аса маңыздысы технологияларды жауапкершілікпен пайдалану және этикалық қағидалар қарастырылған. Құжатқа қосымша ретінде жұмыс барысында қолдануға болатын жасанды интеллект құралдарының апробациядан өткен каталогы берілген. Жасанды интеллект технологияларын қолдану педагогтерге сабаққа дайындалу барысында уақытты үнемдеуге айтарлықтай мүмкіндік береді. Құжаттың толық мәтінімен танысып, кәсіби қызметіңізде пайдалануға шақырамыз.